Майлыбай Индира Оңғарбайқызы, Шымкент қаласы Өмірбек Жолдасбеков атындағы номері 9 лицейдің бастауыш сынып мұғалімімін. Қазіргі таңда 2Қ-А2 сыныбының жетекшісімін. Бүгінгі өтетін сабағым қазақ тілі, ұлтымыздың салт дәстүрін білген жөн бөліміндегі сөз таптары тақырыбы. Сабағымның мақсаты оқушыларға саналы білімді тәрбие беру. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұлтымыздың салт дәстүрін жаңғыртып ұстануды оқушыларға мәңгі есте сақтап, ары қарай жалғастыруды болашақ жастар өздері екенін ұғындыру. Қайырлы күн, оқушылар. Сәлем сөздің анасы, сөз сағасы демекші. Қазақ халқының ұғымы бойынша сәлем беру тәрбиелік пен адамгершілік белгісі. Олай болса, бір-бірімізбен амандасып, бүгінгі күнімізге сәттілік тілейік. Қайырлы күн болсын, мезгіліміз сәттілік болсын, біздің алаңымыз күреңбестік болсын. Жарайсыңдар балалар. Енді болып келе жатқан салт дәстүрлеріміздің өзіндік ерекшеліктері бар екенін де білеміз. Олай болса, бірнеше салт дәстүрге тоқталып өтейік. Қазақ елінің абыройын асырып, мерейін үстем етер, әлемді таң қалдыратын білейік. Ол үшін біз топпен жұмыс жасаймыз. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын біз сыныбымыздың ережелерін, сабағымыздың ережелерін, топ ережелерін сақтайық. Бірінші ереже. Сақтаймыз. Топпен жұмыс жасаймыз. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Шеметте отырамыз. Дұрыс жауап берген оқушыға қошеміз. Және тиімді пайдаланамыз. Өте тамаша. Олай болса мен тапсырмаға көшейік, ал сабағымызды бастаймыз. Сіздердің тапсырмаларыңыз. Құран тобы сіздердің тапсырмаларыңыз. Уақыт келді. Бұл салт-есер, салт дәстүрі. Салт-есер, салт дәстүрінде баланың тез жүруі үшін салт-есер, салт дәстүрін істейді. Салт-есер, салт дәстүрінде адамдар жиналып, баланы тай-тайға басқызады. Өте тамаша, дұрыс па балалар? Зертхана дегеніміз бала жаңадан дүниеге келген кезінде сол балаға әдемі ат қою. Наурызда Қонақ жайлылық, тұсау кесер, тілашар, атқа мінер деген салт дәстүрлерді көбіне жасалып жатқанын, тойланып жатқанын білеміз, балалар? Кітапхана. Қандай қосымша жалғадың? Журнал. Тамаша. Арман. Ауыл? Ауылда. Ауылда. Қандай қосымша жалғадың? Тапсырма жауап береді. қанша. Ал сендерге қандай сандар берілген екен? Толық ондықтар. Тамаша. Қанде атап шығайықшы? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Керемет. Енді балалар. Біреуі гүлдер, екінші балалар. Сұрақ қоя ғой. Балалар кімдер? Өте тамаша. Гүлдер не? Гүлдер? Гүлдер не? Қандай болады сұрағы? Нелер? Нелер? Тамаша. Нұрғиса. Менің қолымда әжелер бар. Әжелердің суреті және? Тағы да қазақтың батырлары бар. Сұрақ қоя ғой. Кімдер? Кімдер? Екіншісі дәптерлер. Сұрақ қоя ғой. Бұл кімдер? Және? Бұл нелер? Тамаша, керемет. Қошеметтер қояйық балалар. Айсезім. Бұл сызғыш. Орысшасы линейка, ағылшыншасы рулар.
сызғышқа сұрақ қойшы. Не? Не, және қандай сұрақ қойға болады? Қандай? Сен қандай түспен боядың? Сары түспен. Тағы да қандай сұрақ қойға болады осы екі сызғышқа? Бір сызғышымыз қандай? Ұзын, екіншіміз? Қысқа. Және? Орысшасы? Длинный. Короткий, тамаша, отыра ғой, Аяжан. Қосар. Бұл жұлдыз. Жұлдыздарды қандай түспен боядың? Сары. Сары түспен. Сарының орысшасы қалай? Желтый. Ағылшыншасы? Yellow. Жұлдыздарға көлеміне қарай сұрақ қойшы. Қандай жұлдыздар? Бірінші жұлдыз қандай? Қара. Кішкентай және өте тамаша. Дастан. Оның орысшасы яблоко, ал ағылшыншасы apple. Сен қандай түспен боядың? Мен алманы қызыл. Өте топ бар. Түрлі түсті шаршы бар. Калькулятор бар. Және бояу бар екен. Мінеке біздің ерекше тобымызда, қыран тобыма ерекше тапсырмалар түсті, иә? Балдар, қалай ойлайсыңдар? Осы заттарға қандай сұрақ қоюға болады? Тамаша, Аяжан дұрыс тапты. Қандай сұрақ қоямыз? Не істеді? Думан жауап бере ғой. Микрофон. Бұмен адамдар өлең айтады. Өлең айтады, тамаша. Бұл не? Бұл ненікі? Сызғыз. Адамдар не істейді? Сызады. Сызады, тамаша. Бұл калькулятор. Бұмен адамдар есептейді. Өте керемет, есептейді. Бұл не? Бұл доп. Адамдар доппен ойнайды. Ойнайды, және не істейді? Және тебеді. Тебеді және лақтырады, керемет. Зарина. Бұл не? Бұл скакалка. Қазақшасы секір. Кіші. Бұмен адамдар секіреді. Секіреді, тамаша. Дұрыс па балалар? Қанке қошемет көрсетейік. Жақсы. Қыран тобы қандай сұраққа жауап берді балдар? Бұл не? Құрамдар тобы. Сөздерді құрап, ажыраттық, иә? Тамаша. Самұрық тобы қандай сұраққа жауап берді? Қанша. Берік болсын деген құттықтаулар айтылады. Қонақтар ән салып, домбыра тартып, өлең айтады. Шілдеханаға шақыруымен де, шақырусыз да келе береді. Бұл той өмірге адам келгенін белгісі. Өте тамаша. Балдар, қонақтар шақырылады, иә? Өте тамаша. Шілдехана қандай мереке? Ұлттық дәстүр, иә? Қанша адам келеді шілдехана? Көп адам, бірнеше адам келеді. Өте тамаша. Шілдехана мерекесінде тойында не сендерсіңдер. Алдымыздағы, болашағымыздағы салт дәстүріміз ешқашанда ұмыт қалмау үшін осылардың барлығын сендер біліп жүрулерің керек екен. Осы сұрақтардың барлығы біздің мәтінімізде кездесті ма? Кездесті. Қане өте керемет. Сендер жарай ма? Жасыл түсті сұңқарлар. Сендерге тапсырма. Әлі ашпай тұрмын да мен тапсырманы түсіндіремін. Зат есім тамаша. Кәнке. Келесі самұрық тобы. Мен жақсы жоғары дәрежеде өтті деп сенемін. Сендер сөз таптары туралы біраз мәліметтер жинақтадыңдар. Салт дәстүрлер туралы біраз мәліметтер айттыңдар. Міне өте керемет. Болашақта сендерден үлкен үміт артатын, елдің керемет азаматы болатындарыңа нық сеніммен айталамын. Сабаққа өте керемет қатыстыңдар. Барлықтарыңда белсенділік көрсеттіңдер. Жұмысты барлығымыз бірдей жасадық. Солай ма балалар? Солай. Олай болатын болса, сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып, жұмыс жасағаттарына балалар, сіздерге көп-көп рахмет.